Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 3 телефонмен ақша табуға болатын приложениялар көрсететін боламын. Ол приложениялардың барлығы 100% төлейді. Сол себепті видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сол кезде ешқандай қиындықсыз сіз сол приложениялардан ақша таба алатын боласыздар. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпасаңыздар болады. Ал енді қараңыздар, мен соңғы видеода қалай бір ойын ойнап $10 бонус алуға болатынын көрсеткен болатынмын. Ол жерде сол бонусты сіздер гемге айландыруларыңыз керек, және де сол гем арқылы сіздер ақша таба аласыздар. Бұл ойында ақша табу қиындау, және де өте ұзақ ойнау керек. Мен өзіме қатты ойын ұнады, әлі ойнап жүрмін. Сол себепті де екінші видео әрине сіздерге қызық болатын болса комментарий жазып кетіңіздер. Бұл ойын жайлы сол кезде екінші видео шығаратын боламын, толық барлығын түсіндіріп. Ал енді қараңыздар, біріншісі GiveBird деп аталады. Бұл приложенияда біз қалай ақша табамыз? Бұл приложенияда біз в основном ойнап, одан кейін реклама көріп ақша табамыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін минимальный сумма қанша екенін, және де қанша табуға болатынын. Міне өздеріңіз көргендей біз осындай птичка боламыз. Бұл птичкамен ұшып жүріп біз ақша таба аламыз. Қазір екі птичка бар. Екіншісі даже ара екен. Play басасыздар. Реклама шығады бізге. Сол рекламадан кейін ойын басталады. Міне дәл қазір реклама бітті, және де ойын басталды менде. Қараңыздар. Өлдік. Енді бұл жерде Witch деп реклама көрсеңіздер, осы жерден жалғастырып ары қарай ойнай аласыздар, немесе результат деген жерге кірсеңіздер, результат шығады. Результат басамыз. Witch десеңіздер реклама шығады, ары қарай жалғастыруға болады. Сізге ойын ұнады ма, ұнамады ма деп тұр. Қазір басамыз. Жоқ, X жабамыз. Тағы да бір реклама. Жапамыз. Міне өздеріңіз көргендей мен 186 монета жинадым. Енді Double Coin деген бар. Бұл жерде Double Coin деген бассаңыздар, тағы да бір реклама шығады. Одан кейін бұл ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Мен қазір Double Coin деген баспай қоямыз, себебі реклама көруіміз керек. Play Game басамыз. Жоқ, Play Game баспаймыз негізі. Обратно шығуымыз керек еді. Міне біз обратно шықты. Ал енді екінші жолы бұл жерде көбірек ақша табуға болады. Міне подарканы басамыз. Бізге реклама шығады. Бұл рекламаны көргеніміз үшін бізге көбірек монета төлейді. Қазір тез көріп шығамын. Мен дәл қазір реклама шықты. Өздеріңіз көргендей маған 3220 коин берді. Create басамыз. Мені көргендеріңізде бізде 25.000 коинс болды. Дәл осылай ақша табуға болады, және де өздеріңіз көргендей подарка жоқ болып кетті. Примерно 2-3 минут ішінде қайтып пайда болады. Әр 2-3 минут сайын сол рекламаны көріп подарка ала аласыздар. Көргендеріңізде ойын ойнағанымыз үшін бізге 100-150 коин берсе, бір реклама көріп, бір подаркадан реклама көргеніміз үшін бізге 3000-4000 монетаға дейін береді. Одан бөлек бұл жерде достарымыз шақыруымызға болады. Өздеріңіз көргендей осы жерден ссылкаларыңызды копировать етіп алып достарыңызға таратасыздар. Қиын емес. Сіздің достарыңыз, мысалы қараңыздар, менің ссылкаммен кіргенім үшін сіздерге $0.02 береді. Ал одан бөлек лидербордтар, яғни кім көп дос шақырған, кім көп ойнаған деген сияқты. Одан кейін бұл көбірек ақша тапқыларыңыз келсе, осыны қолдансаңыздар болады. Бұл жерде в основном ағылшынша опростар, және де тағы да ойындар, бөлек ойындар, оферлер, яғни сіз мой заработок сияқты, аурум сияқты сіздер бір приложение табасыздар, приложение скачать етесіздер, сол приложениеда ойын ойнағандарыңыз үшін, немесе сол приложение қолданғандарыңыз үшін сіз көбірек монета ала аласыз. Бұл жерде қараудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал енді қалай ақша шығаруға болады? Бұл жерден просто басасыздар, и өздеріңіз көргендей withdraw деген басасыздар. Бұл жерден ақша Payeer'ге шығады. Енді көргендеріңізде Payeer'ге шығады, басқаларын мен онша білмеймін. Сол былайша айтқан кезде тек AdvoCash'ке шығады, Coinbase'ке шығады, PayPal'ға шығады, Binance, даже Litecoin бар. Ал енді қараңыздар, екінші приложение ол Bitcoin Cloud Mining деп аталады. Ссылкасы менің Telegram каналымда болады. Бұл жерде біздің телефонымыз майнинг жасау арқылы біз Satoshi монеталарын тауып, ол Satoshi монетасын біздің өзіміздің Payeer'імізге немесе Kiwi'мізге ешқандай қиындықсыз шығарып аламыз. Қараңыздар, бұл жерде бұл майнингтің біздің телефонымызға ешқандай зияны жоқ. Бұл приложениенің ішінде болатын майнинг телефонға былайша айтқанда қатысы жоқ. Бұл жерде біз не істей аламыз? Өздеріңіз көргенде бізге автоматты түрде яғни сатошиларымыз көбейіп жатыр, балансымыз көбейіп жатыр. Бұл жерде біз өзіміз екі нәрсе жасай аламыз. Біріншісі, өзіміз дополнительный сатоши ала аламыз, яғни әр реклама көргеніміз үшін бізге 1,5 сатоши береді. Ал екіншісі, біздің скорсымызды көбейту, яғни біз телефон қолданбаған күннің өзінде, яғни бұл приложение ішінде кірмеген күннің өзінде біздің телефонымыз майнинг жасай береді, яғни приложение майнинг жасай береді.
сол жерде скоросту көбейте аламыз біз. Әр реклама көргеніміз үшін 0,1 гигахеш береді. Дәл қазір бізде 1 гигахеш бар. Қазір мен екіншісін емес, біріншісін көрейік. Біз бір реклама көрсек, бізге 1,5 сатоши беру керек. Басамыз, реклама шығады, көреміз. Міне дәл қазір реклама бітті, жабамыз. Мына көргендеріңізде маған 1,5 сатоши берді. Одан бөлек бұл жерден не істеуге болады? Тағы да достарымызды шақыруға болады. Реферал деген жерге кіріп, өзіміздің ссылкамызды копировать етіп алып, достарымызға жіберсек болады. Одан бөлек платежи деген жерде міне осы жерден біз ақшамызды шығара аламыз. Көргендеріңізде бұл жерде Payeer'ге рубльмен шығаруға болады, Kiwi'ға рубльмен шығаруға болады, Payeer'ге доллармен шығаруға болады. Минимальный сумма шығару үшін бізге Payeer'ге 300 сатоши керек, ал Kiwi'ге 1250 сатоши керек екен. Топтарын, бұл жерде топтарды көруге болады. Бассаңыздар, топтар шығады. Яғни ең көп скорость жинағандар, ең көп ақша шығарғандар, ең көп достарын шақырғандар. Бұл приложениеде ешқандай қиындық жоқ. Өздеріңіз көргенде екі ғана действие бар. Екі рет реклама көру арқылы сіз өзіңіздің гигахешіңізді үлкейтсеңіз болады, немесе сатоши дополнительно алсаңыз болады. Ал енді соңғысы бұл Shiba Box деп аталатын Telegram бот. Бұл бот жаңадан ашылған бот. Балдардың айтуына қарағанда дәл қазір төлеп тұр. Енді қараңыздар, бұл жерден қалай ақша табасыздар. Бірінші баланс деген жер кіресіздер. Менде көргендеріңізде 3000 Shiba бар. Минимальный сумма шығаруға болатын 7500 Shiba Inu. Яғни 75 000 Shiba Inu болғанда біз ақшаны шығарып ала аламыз. Бұл жерде ең оңай ақша табу жолы бұл достарымызды шақыру. Әр шақырған досымызға бізге 2,5 мың Shiba Inu монетасын береді. Копировать ете аламыз, достарымызға таратамыз. 2,5 мың Shiba Inu деген көп емес, бірақ болады деп ойлаймын. Одан бөлек заданиялар орындасақ болады, бірақ білесіздер, бұндай боттарда заданиялар өте аз болады. Көргендеріңізде жоқ, бұл жерде басқаша задания. Регистрация бирж мекс. Бұл жерде өздеріңіз көргенде біз осы биржаға реферал болуымыз керек екен. Осы биржаға біз аккаунт ашқанымыз үшін бізге Shiba Inu монетасын береді. Дәл қазір қанша беретін жазылмаған. Сол себепті де ары қарай іздеп көреміз тағы да заданияларды. Бұндай заданияларға менің ойымша көбірек беру керек. Яғни 2 доллар, 3 долларға дейін бұндай заданияларға беру керек. Мен өзім бұл ботта әлі ешқандай задания орындаған жоқпын. Бірақ в основном достарымызды шақырып тапсақ болады. Немесе осы биржаға тіркелу қиын емес. Перейти деген басасыздар и сол биржаға тіркелесіздер. Болды. Қазір мен қараңыздар, қазір готово деген басып көргеннен маған доказательство жіберді. Яғни скриншот жіберуіміз керек өзіміздің аккаунтымызды. Одан кейін бізге төлейді, ешқандай қиындығы жоқ. Мен дәл қазір оны орындамаймын, себебі білесіздер, көбірек уақыт алады. Бұл ботқа тіркелгеніміз үшін бізге 3000 Shiba Inu береді екен. Достарымызды шақырғанымыз үшін 2,5 Shiba Inu, одан бөлек заданиялар үшін әртүрлі бағада Shiba Inu монетасын береді.